Сәлем достар, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен үй жағдайында жасалатын өте оңай әрі дәмді шығатын пончики дайындайтын боламыз. Міндетті түрде менімен бірге жасап көріңіздер, сіздерге ұнайтынына сенімдімін. Видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен үлкен ыдысқа жылы сүтті құямыз. Үстіне қант пен ашытқыны саламыз. Қоспалардың мөлшерін описаниеден көре аласыздар. Енді осыны біркелкі массаға келгенше жақсылап тұрып араластырамыз. Үстіне 2 жұмыртқаны жарып саламыз. 1 шай қасық тұз саламыз. Сары май салып, жақсылап араластырамыз. Ұнды аз-аздан қосып отырып, араластырып, қамырды илейміз. Ұнның мөлшерін описаниеге жазамын, бірақ кішкене айырмашылықтар болуы мүмкін. Өйткені ұн әркімде әрқалай шығады. Кішкене қолға жабысатындай жұмсақ қамыр илейміз. Үлкен ыдысқа ұн сеуіп, қамырды салып, бетін жауып 1 сағатқа көтерілуге қоямыз. Мінекей біздің қамырымыз осылай көтерілді. Енді үстелдің үстіне кішкене мөлшерде ұн сеуіп, қамырды ыдыстан түсіріп, теңдей етіп 12 бөлікке бөлеміз. Видеода көрсетілгендей шариктер жасаймыз. Алдын ала формамызды дайындап, формаға барлығын орналастырамыз. Мінекей достар, кез келген осындай үйде бар ыдыспен шариктеріміздің үстіне осындай шұңқыр жасаймыз. Бұл шұңқырлардың үстіне біз қазір джем немесе варенье салатын боламыз. Ағып кетпес үшін осындай шұңқыр жасап аламыз. Келесі 1 жұмыртқаны жарып, шариктеріміздің үстіне барлығын жағып шығамыз. Келесі кезекте булочкилеріміздің үстіне жағатын себінді дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сары май, ұн, қант қажет. Осы 3 қоспаны ыдысымызға салып, қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Мінекей осындай болып шығуы қажет. Енді осыны булочкилеріміздің үстіне әдемілеп сеуіп шығамыз.
Келесі кезекте пончиктеріміздің ортасына клубникадан жасалынған вареньенің тек қою бөлігін, яғни клубникасын салып шығамын. Варенье болмаса, джем салсаңыздар да болады. Мінекей біздің пончиктеріміз пісуге дайын. Өте керемет болып шықты. Осы уақытта пешімізді 180 градуста қыздырып, 18-20 минутта қызарғанша пісіреміз. Мінекей достар, біздің пончиктеріміз дайын. Өте керемет, өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде менің рецебіммен жасап көріңіздер. Еңбегімді бағалап, лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыздар. Астарыңыз дәмді болсын.